Зинедин Зидан, футбол тарихындағы атақты футболшылардың бірі, бапкер. Зинедин Зидан 1972 жылы 23 маусымда Марсельде дүниеге келген. Бір 1953 жылы Зиданның әке-шешесі Смайл мен Малика Алжирден Францияға көшіп кеткен, себебі елде Алжир соғысы басталған. Францияда Зиданның әкесі универмагта жүк тасушы болған, ал анасы үй шаруашылығында болды. Зидан 5 баланың ең кішісі, оның бір әпкесі мен 3 ағасы бар. Зидан бала кезінен Алжир және Мароккодан көшіп келген өзге балалармен аулада футбол ойнап өскен. Ол скейтборд, велосипед және дзюдоға қызыққан, тіпті дзюдодан жасыл белбеу алған. Зидан француз, алжир, араб, бербер, испан және итальян тілдерінде сөйлей алады. Бала кезінде Зидан Сен-Анри клубында ойнап бастады, кейіннен Септем Левален клубына ауысты. Он 14 жасында ол Кан жасөспірімдер футбол академиясына қабылданды. Тегін оқу, жатын жер және тамақпен қамтамасыз етілді. Бір 1992 жылы Зинедин Зидан Бордо клубына өтті. Ол алғашқы маусымның өзінде 10 гол соқты. Нәтижесінде Бордо 4-ші орынға тұрақталып, УЕФА кубогына қатысуға мүмкіндік алды. Бір 1996 жылы Зидан Туриндік Ювентуске өтіп 5 жыл ойнады. Осы уақыт ішінде ол әлемнің үздік футболшысы атанды. Ювентуспен бірге Зидан 2 рет Италия чемпионатын, Италия, Еуропа суперкубоктарын және континентарлық кубокты жеңді. 2001 жылы Зидан Реал Мадридке өтіп сенсация жасады. Трансфер құны сол кездегі рекордтық 75 миллион евроны құрады. Зиданның бұл рекордын 2009 жылы тек Криштиану Роналду бұзды. Оның трансфері 94 миллион евроны құраған болатын. Реал Мадридпен бірге ол Чемпиондар лигасын, Испания, Еуропа суперкубоктарын жеңді. Бір 1994 жылы 22 жастағы Зидан Франция құрамасындағы алғашқы кездесуін өткізді. Бұл Чехияға қарсы матч болатын. Бір қызығы, бапкері оны ойынның аяқталуына 10 минут қалғанда шығарған. 10 минут Зидан үшін Чехия қақпасына 2 гол соғуға жеткілікті болды. Бір 1998 жылғы әлем чемпионатында бүкіл әлем Зиданның шабуылдарына тәнті болды. Ол жылы француздар алтын иеленді. 2000 жылы Еуропа чемпионатының финалында француздар Италияға қарсы ойнап чемпион атанды. Екі 2006 жылғы әлем чемпионатында Франция финалға дейін жетті. Ол кезде Зиданның жасы 34-те болатын. Финал басталмас бұрын Зинедин Зидан бұл ойынға карьерасындағы соңғы ойын екендігін айтқан.
Финалда Франция Италиямен кездесіп, екі таймда тең түсті. Қосымша уақыттың 109 минутында Зидан итальяндық қорғаушы Матерацциді кеудесінен баспен ұрып құлатқан, себебі Матерацци Зиданның әпкесін балағаттаған. Төреші оған қызыл карточка көрсетіп, Зидан алаңнан кеткен. Ол чемпионатта Италия жеңді. Ойыннан кейінгі пенальти сериясында итальяндықтар басым түсті. «2016 жылы Зидан Реал Мадридтің бас бапкері болып тағайындалды. Бапкер ретінде Зидан Чемпиондар лигасын 3 рет, УЕФА суперкубогын 2 рет жеңген. «2021 жылы Зидан бапкерлік карьерасын аяқтайтындығын айтқан. Он 17 жасында Зидан болашақ әйелі Вероник Фернандесті кездестірген. 1994 жылы олар үйленген. Олардың 4 ұлдары бар, 4-еуі де әкесінің жолын қуған. Жанкүйерлері Зиданды еркелетіп Зизу деп атайды. Зидан 3 рет әлемнің, 1 рет Еуропаның үздік футболшысы атанған. Зидан Марсельдік рулетка финтін ойлап тапқан. «1998 жылы Зидан алтын допқа ие болды. Сонымен бірге әлемнің үздік футболшысы атанды. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.